7 мамыр отан қорғаушылар күні. Қазақстанда ол мемлекеттік деңгейде атап өтіледі. Мерекенің өз тарихы бар. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев өз уақытында біздің алдымызда маңызды міндет тұр. Кез келген уақытта мемлекетіміздің тәртібін бұзуға, кез келген әрекетке қарсы тұруға дайын қуатты армия құру. Армия күн сайын жақсарып, бас қолбасшының кез келген бұйрығына орындауы керек деген екен. 1992 жылдан бастап елімізде 7 мамыр отан қорғаушылар күні ретінде аталып өтіледі. Бұл күн 1992 жылғы 7 мамырда Қазақстанның тұңғыш президентінің ұлттық қарулы күштерін құру туралы жарлыққа қол қоюымен байланысты. Жарлықта былай делінген: тәуелсіз мемлекеттер достығына қатысушы мемлекеттер басшылары кеңесінің қарулы күштері мен шекара әскерлері туралы келісімде расталған өз қарулы күштерін құруға заңды құқығы негізінде достықтың басқа мемлекеттердің өз қарулы күштерін құруын назарға ала отырып қаулы етемін. Қазақстан Республикасының қарулы күштерін құру. 20 жыл бойы 7 мамыр мерекесі тек әскери қызметшілердің кәсіби күні болып қала берді. Заңнамадағы өзгерістерден кейін ол жаңа мәртебеге ие болды және 2012 жылдан бастап 7 мамыры мемлекеттік мереке болып жарияланды және демалыс күні болып аталып өтті. 2012 жылдан бастап 7 мамырда Қазақстан әскери шерулермен тойланды. Мерекеге орай әскери қызметшілерге кезекті атақтар берілді. Мәселен, қарулы күштердің құрылғанына 21 жыл толуына орай егемендік алғаннан бері алғаш рет әйел Сәуле Айтбаева генерал атағын алды. 2015 жылы мереке тағы бір маңызды оқиғамен тұспа-тұс келді. Ұлы Отан соғысындағы жеңіске 70 жыл толды. 2017 жылы армия 25 жасқа толды. Елордада парадқа 5000-нан астам әскери қызметші, 300 бірлік әскери техника мен 70 ұшақ қатысты. 2018 жылы мереке ерекше оқиғамен атап өтілді. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев елдің қарулы күштері кибер қауіптермен күресетін жаңа бөлімшемен толығады деген шешім қабылдады. Елордағы басты шеру 7 мамырда Нұрсұлтан тұрғындары үшін бұл қала нағыз бекініске айналатын ерекше күн. Жыл сайын шеруге бірнеше мың адам қатысып, көптеген танкілерді, тікұшақтарды және басқа да әскери техникалар байқалады. Қарулы күштер қатарында қызмет етуі әрбір қазақстандықтың құрметті міндеті. Аға ұрпақтың батырлық және жауынгерлік дәстүрлеріне негізделген патриотизмнің қуаты адамгершілік мектебіне айналды. Қазақстан Республикасының қарулы күштері жауынгерлік даярлық қарқындылығын жоғары деңгеймен, сапалы жұмылдыру резервімен, ұлттық әскери оқу орындарын желісімен және қажетті материалдық техникалық қамтамасыз етуімен ерекшеленеді. Біздің әскери қызметшілер жоғары кәсіби даярлықтың үйлесімділігі және жауынгерлік дағдының үлгісінде көтерілді. Отан қорғаушылар күні бұл ел ішінде, одан да тыс жерлерде де армияның беделін арттыруға арналған мереке. Қазақстандықтар үшін қарулы күштер егемендік пен шекараның мызғымастығының кепілі. Елдің қорғаныс қабілетін қолдау мемлекеттің және бүкіл халықтың маңызды міндеті болып табылады. Қымбатты отан қорғаушылар, мерекелеріңізбен.